Кейбір ғұламалар оған Яжуж-Мәжужді түрлері бір түрлі адамдар деп түсіндіріпті. Ол Яжуж-Мәжуж кімдер екенін сұрап отыр. Олар әлемде жамандық жасап жүрген адамдар ма? Сонда оған не айтты? Олардың түрлері бір түрлі деп айтқан ба? Сонда қандай бір түрлі түр? Мүмкін сақалдары ұзын, көздері кішкентай шығар. Гориллалар сияқты ма? Я, мүмкін сондай бір нәрсе. Олар гориллаларды Яжуж-Мәжуж деп санайды екен. Я, солай естідік. Өкінішке орай, осындай бұрмаланған нәрселерге сенетіндердің өздерінің түрлері бір түрлі. Яжуж және Мәжуж тұжырымдамасы Құранның Әл-Кахф сүресінде кездеседі. Және Яжуж бен Мәжуждің не екендігі жайында толық және егжейлі-тегжейлі талқыланады. Шын мәнінде бұл тұжырымдама екі халыққа қатысты. Бұл сілтеме сонымен қатар Гог пен Магог деп аталатын Езекиелдің Библиядағы пайғамбарлығында да кездеседі. Олар әлемді жаулап алатын адамдар, адами нәсілділер, әлемнің алпауыт күштері деп сипатталады. Ресей халқы Гог деп аталады. Езекиелдің кітабында Уа Роша, Гог деген сөздер кездеседі. Мұнда Роша, яғни Ресей сөзі қолданылған. Сен менің бар екенімді жоққа шығарасың. Өйткені коммунистік философия Құдайға сенбейтін атеистік философия. Сен солай жасайсың, жан-жаққа тараласың, күшейесің, айналаңдағы көптеген халықтарды басып аласың. Содан кейін ақырында маған қарсы бет аласың. Маған және менің халқыма ашықтан ашық қарсы шығасың. Енді бұл аят бізге Яжуж және Мәжуж ретінде аталатын қасиетті Құранның аяттарын түсінуге көмектеседі. Бірақ мынаны есте сақтаңыздар, екі сөз де оттан шыққан. Яжуж де, Мәжуж де негізінен оттың түбір сөзінен шыққан. Және әджі сөзі урду тілінде аг деп айтылады. Бұл от дегенді білдіреді. Сондықтан табиғаты отты кез келген нәрсе осылайша сипатталады. Және бұл өте маңызды бақылау. Оны қазір есте сақтауларыңыз керек. Өйткені одан кейін айтылатын маңызды нәрсе бар. Бірақ алдымен мен сіздерге айтқалы отырған нәрсенің негізін қалап кетейін. Яжуж және Мәжуж белгілі бір уақытта әлемде пайда болатын екі мықты халық. Және бір түрлі қамал іспетті қорған болады. Сол қорған ақырында бұзылады. Және қорғанның арғы жағында болған, әлемнің қалған бөлігінен оқшауланып ұсталған Яжуж бен Мәжуж кенеттен қалған әлемді су тасқыны сияқты басып кетеді. Олар қалған әлемге қарай бас салып, оны тасқын сияқты жаулап алады. Моджи сөзі де сол сөзден, яғни оттан шыққан. Су шашыраған кезде және толқындармен қозғалған кезде оны да моджи деп атайды. Сондықтан бұл сөздің екі мағынасы бар. Олар отты халық болады. Немесе әлем үстінен үстемдік орнату үшін отты қолданады. Және олар мұхиттарды пайдаланып, мұхит толқындары сияқты, толқын артынан толқын келіп, қалған әлемді жаулап, су басқандай шайып кетеді. Бұл Яжуж бен Мәжуждің негізгі сипаты. Осыны есте сақтаңыздар. Бұдан бөлек, Әл-Кахф сүресі негізінен Дәжжалды талқылайды. Таң қаларлығы Дәжжал сөзі тікелей аталмайды.
Бірақ сонымен бірге Құранды ең жақсы түсінген қасиетті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бізге айтты: егер өздеріңді дәжжалдың бүлігінен сақтағыларың келсе, ұйықтар алдында Әл-Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын және соңғы 10 аятын оқыңдар. Сонда дәжжалдан өздеріңді қорғай аласыңдар деген. Қалайша? Аяттар не туралы? Олар христиандық туралы. Алғашқы аяттар толығымен христиандыққа және олардың сипатына арналған. Алхамдулиллахиллази анзала ала абдихил китаба ва лам яджал лаху иважа قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Бұл аяттар христиандық туралы және бұрыс жолға түскен христиандық туралы айтады. Исаға Құдайдың ұлы ретінде табына бастаған христиандық туралы. Және бұл үлкен күнә. Сол кезден бастап олардың құлдырауы басталады. Және олар Құдайды екіге және үшке бөлгеннен кейін не болды? Олар Құдай түсінігін әулиелерге бөлуді жалғастырып, әулие адамдарға да табына бастағанды. Бұл қасиетті Құранда сипатталған жол. Христиандық солай жүруі керек болды. Бірақ оның дәжжалмен қандай байланысы бар? Бұл адамдар ойлағандай, дәжжал бір көзді құбыжық еместігін білдіреді. Дәжжал қасиетті Құранда аталған христиан халықтары. Өйткені олар Иса Мәсіхтің негізгі сипатын, оның тұлғасын өзгертіп жіберген. Олар Иса Мәсіхтің шынайы бейнесін жойып, оны ол емес нәрсеге ауыстырады. Сол кезден бастап олар бір Құдайға деген сенімнен, яғни монотеизмнен бас тартып, ширкке, пұтқа табынушылыққа және Құдайдың көп болуына деген сенімге қарай жүреді. Бұл Әл-Кахф сүресінің алғашқы 10 аятында жеткізілген хабар. Және бұны бізге пайғамбарымыз айтты, саллаллаху алейхи уассалам. Есте сақтаңыздар, егер өздеріңді дәжжалдан қорғағыларың келсе, мынаны оқыңдар. Хабар анық. Осында аталған адамдардың фитна бүлігінен өздеріңді сақтауларың керек. Соңғы 10 аят жайында не айтуға болады? Бір Құдайға сенімнің 2-ге, 3-ге, 4-ге және одан әрі бөлінуімен басталған әлгі жол бағанағы аяттар сөйлеген жерде аяқталады. Енді 2 Құдай, 3 Құдай туралы әңгіме жоқ. Қазір христиандықта тіпті мыңдаған әулиелерге табынып жатқанды. Римге барыңыздар және әр жердегі түрлі шіркеулерге барыңыздар. Сол жерлерде әулиеден жаңа Құдай жасайды. Сондықтан бұл қасиетті пайғамбар нұсқаған, саллаллаху алейхи уассалам, дәжжалды таныстыру кіріспесі. Алла сіздерге дәжжалдың не екенін айтып қойған. Неге соған ермейсіздер? Сосын дәжжалдан және діндерде адам қолымен жасалған мән мағынасыз нәрсеге айналдырған дәжжалдың үрдістерінен сақтаныңыздар.
Бұндай дінде ақиқаттан, иләхи шындықтан ештеңесі қалмайды. Бірақ бұл сонымен қатар сол адамдардың материалдық прогресіне де қатысты. Бұл олардың діни көрінісі, олардың оң көзі соқыр болады. Олардың Құдайдың кім екенінен ешқандай білімдері болмайды. Ақыр соңында олар діни сұрақтарда мүлдем соқыр болады. Бірақ материалдық нәрселерде қасиетті Құран соңында айтады. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Сол адамдар толықтай материалистік дүниешіл болып кетеді. Олардың оң көзі ештеңе көрмейді, ал сол көзі үлкейіп, өте жарық болады. Және олар біз материалдық заттардың соңына түсіп, және жаңа нәрселер ойлап тауып, көп жетістіктерге жеттік дейді. Осылайша олар өздерін әлемдегі ең керемет өндірушілер деп атағанды. Бұл сөзбе-сөз аударғанда, бүкіл әлемде өндірісті ең жақсы түрде жүргізушілер деп аударылады. Олар дәл осыны мәлімдейді, және олар расында дәл сондай. Өндірісте олар бүкіл әлемнен озып кеткен. Тіпті Жапонияда өндірісті сол адамдардан, сол халықтардан үйренді. Сондықтан бұлар бір нәрсенің немесе бір болмыстың екі бейнесі. Ол антихрист. Сондықтан Дәжжал бейнесіне берілген антихрист сөзі, яғни Мәсіхке қарсы деген сөз өте дәл айтылған сөз. Олар христиандар болады, бірақ сонымен бірге олар антихрист болады. Өйткені олар шынайы Мәсіхке сенбейді. Ол жер бетінде сирек пайда болатын сондай керемет пайғамбар болған. Бірақ олар оған ере тұра, оған сене тұра, оны сүйе тұра, олар Мәсіх емес бейнені сүйе бастайды. Соны олар Құдайға да жасағанды. Олар өз жолын Құдайға сенуден бастағанымен, бірақ ақыр соңында Құдай емес нәрсеге сеніп кетеді. Және қасиетті Құран осыны үлкен күнә деп атайды. Сондықтан осы айтылғандардан сіздер енді Яжуж және Мәжуждің кімдер екенін түсінуіңіз керек. Яжуж және Мәжуж өздерінің саяси, экономикалық және өндірістік дамуындағы батыстың халықтары. Дәжжал шынайы христиандықтан алыстаған христиандықтың бейнесі. Сондықтан белгілі бір мағынада айтар болсақ, христиандықтың болашағы тұлғаның екі жүзділігі ретінде сипатталады. Біріншісі, оның діни жүзі, яғни шіркеу әкелерінің, дін көшбасшыларының және христиандықты бүкіл әлемге насихаттаушылардың бейнесі. Екіншісі, олардың саяси бейнесі, материалистік және өндірістік бейнесі. Бұл жақта олар толқын артынан толқын келіп, бүкіл әлемді, жердің барлық аймақтарын қармайды. Оларды жаулап, өз бақылауларына алады. Міне Яжуж және Мәжуж деген осылар. Сондықтан Езекиелді оқыған кезде, сіздер әрине бұл сол адамдарға сілтеме екенін түсінесіздер. Олар жоғары индустриалды, өте қуатты, теңізбен де, отпен де ерекше байланысы бар батыс халықтары. Сондықтан олар Яжуж және Мәжуж деп аталады. Байқайсыздар ма? Бүкіл қазіргі заман әлемі олардың отқа қатысты өнер табыстарының негізінде алға басты. Олардың барлық қозғалыс құралдары отпен жұмыс істейді, от күшімен қозғалады.
Олардың барлық қару-жарағы отпен жұмыс істейді. Ескі заманда, білесіздер, адамдар тек қолмен ұстайтын қылыштарды, қолмен ататын жебелерді және соған ұқсас нәрселерді ғана білді. Есектер ешқашан от пайдаланбады. Түйелер ешқашан от пайдаланбады. Сондықтан от дәуірі Яжуж және Мәжуждың аталуымен бірге аталады. Және олардың қалған әлем үстінен теңіздегі үстемдік арқылы таралу дәуірі де солай аталады. Олар дәл осылай пайда болды. Сондықтан мен бұған көп уақыт жұмсағым келмейді. Алда басқа да сұрақтар бар. Бірақ мен қысқаша түрде Әл-Кахф сүресі бізге ұсынған суреттемені жеткізе алдым деп ойлаймын. Мен мұны аударғалы отырмын. Бірақ хузур, оларды ұстап тұратын бір қорған туралы айтқан едіңіз. Алдымен аударып беріңіз, сосын жалғастырамын. Құдай қаласа. Енді мен Яжуж және Мәжуж мәселесіне қайта оралайын. Менің түсінігімше, христиандықтың негізгі қорғаушы күші Яжуж және Мәжуждың көмегімен жүзеге асырылады. Өйткені олар Дәжжалдың әскери, саяси және экономикалық болмысы болып табылады. Діни өтірікші ретіндегі Дәжжал алға шығып ештеңені жаулап алмайды. Әлемді жаулап алушы ретінде көрінетіндер Яжуж және Мәжуж болады. Олар от пен толқындармен екпіндеп келіп, бүкіл әлемді өз билігіне бағындырады. Олардың соңынан Дәжжал келеді. Христиандықтың бұрмаланған сенімі. Қасиетті Иса Мәсіхтің сенімі емес. Олардың өздері антихрист деп сипаттайтын сенім. Міне сондықтан Құранда Яжуж және Мәжуж айтылады, ал Дәжжал айтылмайды. Өйткені Дәжжал жасырын нәрсе, көзге көрінбейтін нәрсе. Білесіздер ме, дәл сол себепті сайтан қасиетті Құранда көзге көрінбейтін нәрсе ретінде сипатталады. Ол оң жақтан да, сол жақтан да, артқы жақтан да және көрмейтін жағыңыздан да келеді. Сондықтан олар державалар секілді алпауыт елдер ретінде әрекет етеді. Және бұл христиан халықтарының жақын тарихы. Онда ешқандай ерекше жағдай жоқ. Олар әрқашан өздерінің барлық жаңа өнер табыстарымен, күш-қуатымен салтанатты түрде шерулеп, жерлерді жаулап алды. Африканы жаулап алды, Үндістанды жаулап алды, Арабияның бір бөлігін жаулап алды. Олардың соңынан ләшкар жүрді. Яғни діни қызметкерлердің, христиан миссионерлерінің әскері. Қасиетті Құран керемет және тамаша кітап. Ол Дәжжалдың шабуылы қалай жасалатынын айтады. Бұл алдымен материалдық үстемдік арқылы жасалады. Содан кейін қалғанының бәрі соның артынан келеді. Және іс жүзінде дәл солай болды. Енді қамал іспетті, қорған мәселесіне келейік. Бұл қандай қорған? Қараңыздар, ұшақтар мен зымырандар дәуірінде және Дәжжал туралы қасиетті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның бұлттардан да жоғары ұшалатын отпен жүретін есегі болады деп айтқанда, осыны есте сақтаңыздар. Бұл қорғанның табиғатын түсіну үшін өте маңызды. Молдалар шынымен де қорғанның биіктігі 30.000 фут болады. Және дәл сол себепті ұшақтар оның үстіне ұша алмайды деп санайды ма? Бірақ олар одан да биік ұшалады. Олар айдың биіктігіне де жетті. Тіпті одан да алысқа барған. Демек, бұл қорған басқа бір нәрсе болуы керек. Бұл Европаның шығысқа шабуыл жасауына және олардың дінінің агрессивті таралуына қарсы тосқауыл ретінде тұрғызылған мұсылман державаларының қорғаны. Білесіздер ме, қасиетті Құран айтып тұрған қорған Осман империясының шығысынан басталып, Испанияның батысына дейін созылды. Бұл қорған жүздеген жылдар бойы батыс халықтарының шабуылын
және олардың шығысқа терең ену әрекеттерін тоқтатуға жауапты болды. Испанияда не болғанын көрдіңіздер ме? Салахаддин жүргізген барлық шайқастар. Және крест жорықтары деп аталған шайқастар. Немесе біз оларды крест пен жарты ай шайқастары деп атаймыз. Олар оңтүстік және батыс Еуропаны, соның ішінде солтүстік Еуропаны тоқтатуға жауапты болды. Тіпті Англия королі Ричард та ұлы әмірші Салахаддинмен, одан бұрын Нуриддинмен және олардың соңынан келген басқалармен тоқтатылды. Осылайша батыс пен шығыстың қақтығысы тарихында ұзақ кезең болды. Сол кезде Әл-Мағрибтің мұсылман күштері Еуропаның оңтүстігінде бұзылмас қорған жасауға жауапты болды. Олар бұл қорғанды еуропалық аумаққа көшіріп, оны Испания арқылы Францияға дейін жылжытқанша және Парижге жақын жерге жеткізгенше бұзылмады. Міне осы қорған ақыр соңында бір шетіне қирады. Және Түркияның шығысынан Сирия мен Палестина арқылы созылған Осман империясының тағы бір қорғаны болды. Исламның қасиетті жері Әл-Хиджазда сол байланыспен қорғалды. Бұл қорғанда өкінішке орай мұсылмандардың өздерінің кесірінен бұзылды. Бірінші қорғанда мұсылмандардың опасыздығымен бұзылды. Осылайша олар белгілі бір топтарды алдап, біз сендердің достарыңбыз деп сендірді. Сендер мынаны жасаңдар, біз мынаны жасаймыз. Біз сендерге осы жердің билігін береміз. Жоғарыдағы билікке қарсы көтеріс жасаңдар, және тағысын тағы. Дәл осындай тактикалар Дәжжал тарапынан Испанияда да, Сауд Арабиясы мен айналасындағы елдерде де қолданылды. Оларға мынадай сөздер айтылды. Қараңдар, Осман империясына қарсы көтеріліңдер. Олар сендерді билейтін соншама кім? Түріктердің ислам әлемінің жоғарғы билеушілері болуына қандай құқығы бар? Ислам сендерден тарады, сендерден шықты. Қасиетті жерлер сендерге тиесілі. Мекке мен Медина сендердің аумақтарында орналасқан. Егер біреудің билік етуге құқығы болса, ол сендерсіңдер. Сөйтіп олар соған ерді. Осман империясының ұзақ қорғаныс шебін бұзды. Темір жолдарға шабуыл жасады және оларды жойды. Сөйтіп сол қорған жоқ болды. Бұл су тасқынын, топан суды тудырды. Осы екі бұзылған қорған арқылы Еуропа толық күшімен шығысқа қарай лап берді. Егер бұл қорған бұзылмаған болса, Суэц каналы ешқашан салынбас еді. Тағы да қорған бар. Я тастардан және балқытылған металдан жасалған физикалық қорған. Ол да айтылады. Сондықтан Құранның әсемдігі де осында. Қорған сөзін айтып, оны өте мықты деп сипаттай отырып, ол материалдық қорған туралы да, астарлы мағынадағы қорған туралы да айтады. Кейінгісі шын мәнінде физикалық қорғаннан да маңыздырақ. Осылайша мен түсіндіруді астарлы мағынадағы қорғанға сілтеуден бастадым. Оның маңызы әлде қайда зор. Өйткені бір-біріне ұласып жатқан осы екі қорған бұзылған кезде Еуропаның шығысқа, таяу шығысқа және қиыр шығысқа ағылуын енді тоқтату мүмкін болмады. Екінші қорған Қытай жаққа қараған. Тағы бірі Ресей мен одан арғы жерлер арасына тұрғызылған. Және бұл материалдық қорған. Бірақ уақыт таусылғандықтан біз бұл туралы Құдай қаласа келесі күні. Жоқ, бүрсі күні сөйлесеміз. Байқайсыздар ма, бұл маңызды. Өйткені бұл қорған исламға дейін салынған қорған болған.
және ислам келген кезде ол іс жүзінде бұзылып қираған болатын. Және енді ол бір жақтың да екінші жақтың да адамдары арасына кедергі болып қала алмады. Міне Құранның әсемдігі осында. Ол өткен шақта салынған және өз мақсатына қызмет еткен қорған туралы айтады. Бірақ болашақта да қорған салынады. Ол да өз мақсатына қызмет етеді. Алайда ол бұзылған кезде Яжуж және Мәжуж қалған әлемде еркін әрекет ете алатын болады. Aleykum selam.